Мемлекеттік кірістер комитеті жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң жобасын жариялады. Құжат 23 ақпанға дейін қоғамның талқылауынан өтеді. Заң қабылданса, төлем қабілеті төмен адамдарға бірқатар шектеу қойылады. Ең төменгі күнкөріс мөлшері, яғни 36 мың теңгеден артық 5 жылға дейін қаржы ұйымдарынан қарыз берілмейді. Ешкімге кепіл бола алмайды. 3 жылға дейін қисынды есепсіз, себепсіз елден шығарылмайды. Тек емделуге, туыстарын емдетуге және ертіп жүруге немесе шетелге жерлеуге қатысуға рұқсат берілген. Ал борышкер банкроттықтың соттан тыс рәсімін қолдану туралы арыз бергеннен бастап, кредиторлар оны мазаламау керек. Қарыз алуға, кепіл болуға, басқа да келісімдер түзуге, итермелеуіне тыйым салынады. Бүкіл берешегі бойынша өсімпұл, айыппұл тоқтатылады. Тіпті жеке банктік шоттарынан ақша өндіріп алуға да тыйым бар. Закон у нас не принимается. Бұл заң бізде қабылданбай келеді, әдейі деп ойлаймын. Себебі банктер шоғыр тұтынушыларынан айырылады. Ал егер банкроттық туралы заң қабылданса, әр елден тек оңтайлы тұсын алып, бір тұтас мазмұнды құжат жасау қажет. Әбден тәжірибеден өткен таңдаған дұрыс. Президент елдегі тұтынушылық несие көлемі кәсіпкерліктен де асып кеткен айтқан еді. Бұл жұрттың әлеуметтік жағдайына кері әсер етіп отыр. Сондықтан жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң жобасын қабылдауды тапсырды. Бүгінде 22 банктың кредиттік қоржыны 17,8 триллион теңге. Бұл қарыз ақша. Заңда тұлғалар 7,5, ал жеке адамдар 10,3 триллион теңге алған.